Адам ағзасы өте күрделі жүйе, алайда біз өз денеміздің қаншалықты таңғажайып әрі ерекше екендігін аңғармаймыз. Секунд сайын бірнеше процесс болатыны жайлы тіпті ойламаймыз десек те болады. Сондықтан біз адам ағзасы жайында 5 деректі ұсынамыз. Дененің қанмен қамтамасыз етілмейтін жалғыз бөлігі көздің қасан қабығы. Ол оттегін тікелей ауадан алады. Себебі мынандай: мөлдір қабықтың негізгі заты мөлдір дәнекер ұлпа стромасынан және мүйізді қабық денелерінен тұрады. Адам миының сыйымдылығы 4 терабайттан асады. Бұл модельдегі синапстарды жүйке ұштарын бақылай отырып, неврологтар өте ерекше нәрсені байқайды. Белгілі болғандай бірқатар жүйке жасушалары бір емес, шамамен көлемімен бірнеше синапстар арқылы байланысқан. Яғни олар бір сигналдың екі көшірмесін береді. Екінші жағынан нейронды басқа жасушалардың байланыстыратын синапстардың әртүрлі өлшемдері болады. Түшкірген кезде дененің барлық функциялары тіптен жүректе тоқтайды. Дәрігерлер түшкіру кезінде жүрек тоқтау теориясын былай түсіндірген болады: негізгі түшкірген кезде кеудеде күштің оң қысым пайда болады. Күштілігі сонша, ол жүрек соғысының ырғағын бір сәтке қағып өзгерте алады. Бірақ орган әрине жұмысын тоқтатпайды. Әйелдердің жүрегі ерлерге қарағанда тезірек соғады. Канадалық ғалымдардың пайымдауы бойынша, әйелдің жүрегінің ырғағы ер адамға қарағанда жылдам соғуының бір белгісі эстроген. Негізінде әйел гормоны жүрек соғысының жылдамдығына әсер етеді. Сүйек болаттан 5 есе берік. Медициналық деректерге сүйенсек, сүйек материалы граниттен 2,5 есе, кірпіштен 30 есе берік. Сондықтан қаңқа сүйектері керемет қысымды жеңе алады. Мысалы, үлкен жамбас 1,5 тонна жүкке төтеп бере алады. Сен ойлағаннан да әлдеқайда күштісің. Тағы бір жақсы бонус: сынудан кейін сүйек тіндері болат, гранит және де басқа төзімді материалдардан айырмашылығы қалпына келеді. Осылайша барлық ғылымды татитын медицинаның нақты ғылым емес екендігіне тағы да көзіміз жетті. Ең бастысы, сіздің денсаулығыңыз өз қолыңызда екенін есте ұстауымыз керек. We love you, Trey.